Сәлеметсіздер ме жиналған қауым? Шамалы қобалжыптым қазір. Бұл менің алғашқы кешім, алғашқы кітабым. Өмірде анадан артық не бар? Өмірде анадан артық ешкім жоқ деп ойлаймын. Тәңірден кейінгі екінші ұлы кісі. Осы мына жинақта менің барлық 7-ші сыныбымнан басталған өлеңдерім жиналды. Жалпы айтатын болсам, өмірде мені көзімді ашқалы бері қолдап қоштаған екі асыл кісім бар, құрметтейтін, сыйлайтын. Ол әжем мен анам. Әжем де анам да осы жерде өтті. Барлық менің қатемді кешірген үшін, барлық осы дүниеге әкеліп мені бағып қағып мәпелеген үшін, осы алдымда тұрған екі гүл шоқтарын ұсынғым келеді екеуін. Әжем, анам. Ана жан сыйланбаған ниетпен күлесіңде, нұр сыйлап жүрегіме жүресіңде. Білемін деп қоясың күлесіңде, мен сені шексіз сүйем білесің бе? Әжем, анам. Өмірде тек қасымда ойнап күліп жүре беріңіздер. Осы жыр жинағы тек сіздердің құрметтеріңізге арналады. Көп рахмет.